Саламатсыздар ма, құрметті 11 сынып оқушылары, болашақ түлектер. Бұл видео MDSG жобасының бірінші кезеңіне қалай өту керектігі туралы түсірілген. Ең алдымен сіздерге Google немесе Яндекс немесе Chrome секілді іздеу бағдарламасына өту керек болады. Одан кейін сол бағдарламада Edu тест атты платформаны іздейсіздер. Мінекей бұл платформаға өткеннен кейін сіздердің алдарыңызға көптеген сілтемелер шығатын болады. Бірақ та бізге MDSG жобасына арналған бағыт бұл ең соңғы сілтеме. Мұнда сіздерге барлығы түсінікті, MDSG жобасының логосы оқушыларға арналған екені түсінікті болып тұрады. Одан кейін сіздерге ең бірінші кезекте регистрация жасау керек. Регистрация жасау қалай болады? Қазір регистрация жасау кезінде сіздерде екі түрлі таңдау болады. Бұл таңдауда сіздер телефонмен немесе почта арқылы таңдай аласыздар. Өзіңізге ыңғайлы бағытты таңдайсыздар. Одан кейін сіз мұнда толық аты жөніңізді, почтаңыз, одан кейін телефон номеріңіз, өзіңіздің облысыңызды, қай аудан немесе қаладан екеніңізді, өзіңіздің мектебіңіз, сыныбыңыз, 11 сыныптар немесе 12 сыныптар. Бұл 12 сыныптар Назарбаев зияткерлік мектебінде оқитын оқушылар үшін. Одан кейін А класы, Б класы. Осындай өзінің реттіліктермен өзіңізді мағлұматты толтырасыздар. Одан кейін өзіңізде есіңізде қалатындай жасырын сөздер жазуларыңыз керек болады. Барлық жағдайда келіскеннен кейін сіздерге регистрация өту мүмкіншілігі болатын болады. Осы секілді сіздер регистрациядан өте аласыздар. Егер де телефонмен өту барысын таңдайтын болсаңыздар, сіздердің WhatsApp желілеріңізге жасырын құпия сөз келетін болады. Соны теру арқылы толықтай регистрациядан өтетін боласыздар. Менде мінекей осылай регистрациядан өттім.